Еліміз егемендік алғалы бері қол жеткізген жетістіктеріміз туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы Қазақстанның су қоры. Тілшіміз Дариға Ташенова шоу жасайды. Су тіршілік нәрі. Еліміздің су қорына өзендер мен көлдер, мұздықтар мен жер асты су қоймалары кіреді. Жалпы қазақ жерінде ірілі-ұсақты 48 мың көлдер бар. Олардың жалпы көлемі 45 мың шаршы шақырымды құрайды. Әсіресе Балхаш, Зайсан, Алакөл мен теңіз, сондай-ақ Арал мен Каспий теңіздерінің орны ерекше. Ал өзендердің саны 39 мыңға жуықтайды. Суы мол өзендердің қатарында Орал, Ембі, Сырдария, Тобыл, Ертіс, Есіл бар. Бұл 6 өзеннің су шығыны секундына 100-ден 1000 текше метрге дейін жетеді. Қазақстандағы мұздықтардың саны 2700-ден асып жығылады. Олар 2000 шаршы шақырымдық аумақты алып жатыр. Сондай-ақ ел аумағында 117 су қоймасы бар. Ең ірі қоймалардың сыйымдылығы 10 миллион текше метрден асады. Олар Бұқтырма, Қапшағай, Шардара, Жоғары Тобыл, Қаратомар, Вячеслав бөгені мен Сергеев және Көксарай су қоймалары. Қазақстан аумағындағы судың жалпы қоры 38,4 текше шақырымды құрайды. 45 текше шақырым су шекаралас елдерден жетеді. Бұл өткен жылдың соңындағы ресми мәлімет. Демек, еліміздегі өзекті проблеманың бірі су тапшылығы. Бұл түйткілдің түйінін салаға жоғары технологияларды енгізу арқылы тарқатуға ерекше ден қойылды. Нәтижесінде өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығы мен коммуналды шаруашылықта қолданылатын тұщы суды үнемдеу жолға қойылды. Сондай-ақ өзен ағысын реттеп, жер астындағы тұщы су қорын кәдеге жарату арқылы да тіршілік нәрін молайту басты назарда.